Одан кейінгі кездесу достар, осы ерлер арасында 170 фунт салмақта өтетін кездесу болмақ. Бұрынғы топ 5-ке кірген дәл қазіргі сәтте американдық ESPN арнасының UFC бойынша ірі сарапшылардың бірі Майкл Кьеза мен оның қарсыласы американдық Корт Макги арасында өтетін керемет кездесу болмақ. Бұл кездесуде сарапшылардың көбісі дерлік Майкл Кьезаны үлкен фаворит ретінде көріп отыр. Біз білетіндей Майкл Кьезаның жалпы күрес стилі, джиу-джитсу стилі, грэпплинг стилінің өте жоғары керемет деңгейде екенін білеміз. Сонымен қатар, егер де Майкл Кьезаның бұрынғы кездесулеріне қарайтын болсаңыздар, бұл жауынгердің қарсыластарын құлатуға әбден күші жететіндігін байқауға болады. Ал Корт Макгиге келетін болсақ, бұл жауынгердің де жалпы тік тұрып соғысу мен бокс стилінде өте жоғары деңгейде, және де бұл жауынгердің грэпплинг стилі мен джиу-джитсу стилі Майкл Кьезадан ешқандай да кем емес. Менің ойымша, бұл кездесуде Майкл Кьеза Корт Макгиді техникалық нокаутпен болмаса сабмишнмен жеңу арқылы UFC-дағы өзінің соңғы кездесуін керемет өткізетін болады. Don't you ever talk about my mom. Don't you ever talk about my mom. Dad, I want to get in the middle. like whatever you want to call it. I'm going to smack the out of you right now. Don't you ever talk about my mom. Yeah, Ever talk about yeah. What's good?